Сәлем достар! Бүгін біз тәжірибе жасаймыз! Сіздермен бірге достар, мен Ақерке және Талдықорған қаласының номер 42-ші бала бақшасының тәрбиеленушісі Тілеухан Омар! Балалар, бүгінгі біздің тәжірибеміздің аты Болды су! Біздің тәжірибе жасау үшін Омар бізге не керек деп ойлайсың? Біріншіне Су! Қандай су бұл? Су! Сонан кейін бізге мынандай ыдыс керек, және де шыныдан жасалған жапқыш керек. Біздің жасайық деп отқан тәжірибеміз, яғни біздің суымыз ыстық күйде ол бу бөледі. Бу айналып барып, қайтадан су тамшыларына айналатындығын біз бүгінгі тәжірибе жасап дәлелдейтін боламыз. Мына ыдысқа Омар ыстық суды құямыз. Кеттік па? Қара, ыстық суды абайлап құю керек. Қолымыз күйіп қалмау керек. Мына ыдысқа, мына. Омартай, қарашы. Мына ыстық суды құйған кезде не бөлініп жатыр? Бу пайда болды. Ал егер де біз буды үстіп, ыдысты жаңағы ыстық ыдысты үстіп жауып қойсақ, қара не болып жатыр? Біздің ыдысымыздың сыртына будың тамшылары пайда болып жатыр. Дұрыс айтасың. Қараңыздаршы, жаңағы біздің ыстық суымызды құйған ыдыстағы бөлінген будан су тамшылары пайда болып жатыр. Омар, саған бүгінгі тәжірибе қызық болып жатыр ма? Керемет, айтшы. Шыны ыдысты ашып көрмекшіміз. Ал енді Омар, сен осы қолмен ұстап көрші. Бұл не деп ойлайсың? Ұстап байқадың, не бар екен бұның ішінде? Су! Міне, табиғатта да Омар осындай құбылыстар жүріп жатады екен. Омар, мына қарашы, біздің мынау артымыздағы картаны көріп тұрсың ғой. Осы картадағы сулар да аспанға ыстық күні буланады екен. Буланады да бізге аспанға көтеріліп, сол жерде су тамшылары болып, бізге қайтадан жаңбыр болып жауады екен. Көрдің бе, қандай қызық? Бүгінгі тәжірибе саған ұнады ма? Яғни су тек қана су күйінде емес, және бу күйінде де кездеседі екен. Сонымен біздің тәжірибеміз бітті. Біз өзіміздің достарымызбен бүгін қоштасайық. Сау болыңдар, достар. Сау болыңдар.